қалайсыздар? Қазір мен топқа ссылканы жіберіп алайын, қайттан кірем. Пока эфирда отыра беріңіздер. Қазір маған топтағы апайлар кірсін. Сосын кейін барып талқылайтын боламыз. Так, не дейді. Мен даусым естіліп тұр ғой, Так, 8-ші топтан апайлар бар ма осы жерде? Который ертең ашуға кіретін апайлар, сұрақтарыңыз бар. Так, мынаны қалай өшіріп тастауға болады? Да, ешқайсыңызда жоқ па не? Группадағы апайлардан ешкім жоқ па? Бір жарты сағат уақыт кіріп, ертең не істейтініңізді айтайын десем, ешқайсыларыңыз жоқсыздар ғой. Так, Алия, сіз қай топта барсыз ба? Ашығып жатсыз ба? Қай группадасыз? Алия, лайктарыңызды көріп отырмын. Так, бүгін бір случай болды. Апайлар, қыздар осы жерде ашығып жүрген жандар. Сәлеметсіз бе, Алия? Сіздер маған чатқа келген кезде мен бірінші кезекте сіздерден сұраймын, өттеріңізде бәрі норма ма, өтте бәрі дұрыс па деп. Өтінде тас бар адамдар, егер жылда ораза ұстанатын болса, о кісілерді мен 16-да 8-бен, сәлеметсіз бе, 16-да 8-бен ашықтырып жүрген. Бірақ бүгін бір случай болды. Ошым өтінде тасы болып, о кісі 16-да 8-бен ашығып жүрген. И білесіздер, біз ашыққан кезде ыстық су ішеміз ғой. Ыстық су өз кезегінде адамның өтін сұйылтады. Ыстық су ішкен кезде өті қоюлар, мысалға 2 апта бойы тоқтамай, күні бойы тек қана ыстық су ішетін болса, ол кісілердің өттері сұйылады. И жаңа кісінің өтіндегі тасы жылжып кетіп, больницаға приступ етіп, больницаға түсіп қалған. Сондай бір келеңсіз сондай бір жағдай болды бүгін. Оның барлығы, былайша айтқан кезде біз біліп тұрып ыстық су іштік, біз біліп тұрып жасадық, и соңы сондай нәрсеге алып келді да. Енді айтып жатыр, врачтар не шешеді? Удаление болса удаление, или болмаса үшін өтті алып тастаудың несі шақ алдында тұр ғой, былайша айтқан кезде. Сондай бір жағдай болды, и ол жағдайдан менің көңілім түсті. Енді ол кісі маған кеп тұр ғой, ашығуға. 16-да 8-дің несімен, системасымен мен ұстап бергем. Сол кезде басында 1-2 күн ұстанған кезде жаңағы өтім сыздап ауырып тұр деп айтты. Ошым соңы сондай болып тұр. Сол үшін де кімнің өтінде тасы бар. Енді бұл нәрсе маған сабақ болып жатыр. Енді кімнің өтінде тасы бар, мен ашықтырмаймын. Ашығуға алмаймын деп шештім. Өйткені сіздердің денсаулықтарыңыз үшін мен жауапты болғым келмейді. Мен вообще таңғалам. Иногда түсінбеймін. Қалай адамдар пока өтінде тас пайда болғанша жүре береді. Олар неге жылына бір рет тексеріліп көрмейді. Когда өтте тас болады, өт удаление кететін кезде ғана жүгіріп, ойбайлап, сол нәрсені жасайды. Уже болды, толқы жоқ ол кезде. Тек өт удаление жаңағы алып тастайды. Сондай жағдай болды. Оны естіп алған менің көңілім жаман қатты түсті. Негізі шыны керек. Так, не деп сұрақ қойып жатсыздар? Оразада қалай болады? 20-да 4. Так, 20-да 4 былай болады ғой. Мысалға
24 пен азанғы уақытта аузыңызды бекітесіз да, сәресі уақытында. И ашар уақытта сол 24-тің не тамақтануымен ашасыз, яғни ол жерде не тамақ жеп жатсыз. Тамақтануында ғана разница болады, уақытында ерекшелігі, біз біріншіден оразаны Алла разылығы үшін ұстаймыз ғой. Бірінші кезекте Алла разылығы үшін, как обычно, оразаны ұстана бересіздер азанғы уақытта. Сәресі кезінде правильный питание арқылы жеп, сосын күні бойы ештеңе ішпей жүресіздер, су ештеңе ішпейміз. И кешкі уақытта аузыңыз ашқан кезде қайтадан бірінші кезекте ыстық суыңызды ішіп алып, сосын кейін салатыңызды, алдыңғы эфирде айттым ғой сіздерге, иә? Тамақтану мәдениет. Бірінші кезекте бізде салат жүру керек, сосын кейін белок жүру керек, сосын углевод, сосын кейін барып жир деген сияқты. Сондай тамақтансаңыздар, сорпа ішсеңіздер вообще күшті болады. Ауыр тамақтар жемейміз жатар уақытқа қарай. Аузыңыз бекіткен кезде де жеңіл, ауызды ашқан кезде де жеңіл тамақтанамыз. Так, Жайна, қалайсыз? Қалайсыз, бәрі дұрыс па сізде? Қанша салмағыңыз кетті? Так, қыздар, лайктарымды көріп отырмын, рахмет. Так, Марина апай, қалайсыздар? Қалайсыз? Сондай жағдай. Сол үшін де кімнің өтінде тастарыңыз бар. Енді ашығуға келмей қойсаңыздар болады. Потому что жауапкершілік алып, өз мойныма мен сіздерді ашықтырғанға вообще бетім дауаламай қалды, шыны керек. Бірақ өтінде тасы бар апайлар, менде топта бар ашығып жатқан. Оларда бәрі нормально. Білмеймін енді, бұл жерде қандай фактор роль играть етіп тұр. Тым ыстық су деп айтайын десең, тағы қатты ыстық су ішкеннен өтіндегі тасы жылжып кетті деп ойлайтындайшы. В общем, ертең бізде 2 топ ашуға кіреді. 2 топ ашуға кіреді. Ашуға кірмес бұрын біз міндетті түрде дайындық күнін жүргіземіз. Бірінші, екінші күн олар тюбаж жасап, не болмаса клизма жасап кіреді. Сосын ертең 24-пен біз ашығу системасын бастаймыз. Бұл бірінші топ. Екінші топ, который 24-пен ашығып қойғандар, ары қарай сол шыға алмай жүр да, попон ұстанып. Солар 23-те 1-мен кіреді, яғни 23 сағат ашығады, 1 сағатында тамақтанады. Сондай метод. Ал жалпы интервалда ашығу, бұл өте қарапайым ашығу деп санаймын мен өз басым. Так, сәлеметсіздер ме? Мына бір нені алып тастауым керек еді, не мына экранға қалып қалған. Так. Қалай алады екен, оны қазір көрейін. Аламайын ба? Стикер, так. Аламайды екен, ой, эфирға шығып кетіпті ғой. Сәлеметсіздер, қайырлы кеш, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Ашығып жатқан апайлар бар ма осы топта? Ой, осы жерде. Так, ертең бізде қай топ? 7-ші топтың 7-ші күні. Ертең соңғы күн олар ашығады. Так, менде өтімде тас бар, бірақ бәрі жақсы. Осы тас деген нәрсе, негізінде мен қорқатын едім, бүгін соны қорққан адамға не көрінеді деп. Бүгін сондай бір нәрсе болғаннан кейін, біреудің денсаулығына бір зияны тиіп кеткенге мен кәдімгідей уайымдап қалдым. Енді қалай болады, не болады? Енді получается өтін алдырту керек болады, егер приступ берген уже қоймай тұрса, иә? Мен жаңалдан қосылды. Сол үшін де апайлар, осы жерде көбіміз келіншектер сіздер ғой. Жылына 1 рет. Қазір айтам қалай ашу керек екен. Жылына 1 рет
УЗИ брючной полости жасатыңыздар. Өттеріңізді, бауырларыңызды, бүйрек бәрін не көрсетіп береді. УЗИ ары барса бағасы 10 мың ба 12 мың теңге тұрады. Соны жылына бір рет чекап ретінде жасатып қоюға үйреніңіздер. Сол кезде бұл нәрсе сіздерді дер кезінде білесіздер да, өттеріңіз қою ма, демек уже өтті сұйылту керек. Өт қою уже құм бар десе, ол құмыңыз арға тасқа айналады. Соның алдын алу нәрсесіне жұмыс жасау керек. Ал уже сіздердегі уже проблема бар, өттеріңізде тас бар или өттеріңіз жоқ, но ары қарай адам өмір сүру керек қой. Жоқ дегенде 80-90 демей ақ қойыңыз, 70-80 жасқа дейін Алланың берген өмір. Денсаулықты күтіп өмір сүрсеңіздер, сол жасқа дейін Құдай бұйыртса барамыз бәріміз де. Бірақ ана проблемасы бар болып келіп, сондай жағдай болған кезде ол өте қатты қиын. Қалай ашығамыз? Қазір айтамын, қалай ашығамыз. Бірінші кезекте бұл интервалды ашығу. Интервалды ашығу өз кезегінде бізге бір уақыт тамақтануға рұқсат береді. Біз бір рет тамақтану керекпіз. Не болмаса оның түрі бар, 16-да 8 деген, яғни 16 сағат ашығамыз, 8 сағатына тамақтанамыз. Ол жерде 2 уақыт тамақтану керек, азанғы және обедкі, кешкі тамақты жемейміз. Сосын кейін біз ұстанып жатқан 23-те 1 деген системасы бар. Вообще интервальный голодың 3 түрі ғой, 16-да 8, 20-да 4 және 23-те 1. 23-те 1-де 23 сағат ашығамыз, бір ғана сағатына тамақтанамыз. Сосын кейін апайлар мен табір нәрсе айтып береді, кім 20-да 4-пен ашығып шықтыңыздар ғой, енді станып жүрсіздер. Енді қайтадан кірген кезде, келесі бір аптадан кейін, өткеннен кіргеннен кейін, 16-да 8-бен 2 күн, 20-да 4-пен 1 күн. Мысалы, бір аптада 7 күн бар ғой, соны бөлесіздер, чередовать етесіздер. 16-да 8-бен 2 күн ұстансаңыздар, среда күн 20-да 4-пен 1 күн ұстанасыздар. Четверг, пятница 16-да 8-бен 2 күн ұстансаңыздар, суббота 20-да 4-пен ұстанасыздар. Сол кезде ағза не істейді? Бұл системаға үйреніп алмайды. Ол каждый раз сіздер бүйтіп өзгешеліктер енгізіп тұрған кезде соған қарай адаптироваться етеді. Бұл ағзаға өте жақсы көмектеседі. Лайктарыңызды көріп отырмын. Эфирді кім қолдап отыр? Рахмет сіздерге, Жанар. Так, менде көп уақыт отпаймын. Қазір бір 10 минут отқан соң эфирден шығамын. Так, не айтайын деп тұрған ем тағы. Чатқа жазыңызшы дейді. Рахима. Қай топтасыз? Мен, по-моему, 8-ші топқа не қылдым? 8-ші топқа ссылка жібердім, кіріңіздер деп. Так. Ешкімде ешқандай сұрақ жоқ болса, мен эфирден шығамын. Апайлар, ертең ерте тұруымыз керек. Ертең 2 топ ашығуға кіреді, 8-ші топ әсіресе. Ерте жатамыз, уже 9 болып жатыр. Сосын кейін бүгін бір нәрсе болды. Бір нәрсе болғанда ол кісі 23-те 1-мен ашығып жатыр, 20-да 4-пен уже ашық қойған, сосын кейін сразу бітті да 23-те 1-ге секірді. Қатысақ болады. Салмағы 100, қаншамен кірді? 105-пен кірді қойдың, по-моему, 105 салмақпен кірді. Бүгін 99 болып тұр. Әлі ашығу біткен жоқ. Так, әлі 2 күніма бар, е? В общем, сонда бас аяғы 2 аптада қанша килограмм тастаған болып тұр? 6 килограмм тастаған болып тұр ма? Бірақ ол кісінің целі 85 дейік. Суды қалай ішеміз ашыққан кезде? Так, Жанар, егер бірінші кезекте өтіңізде тас болатын болса, ыстық су сіздер іше алмайсыздар. Себебі ыстық су ішкен кезде адамның өті сұйылады. Вообще жалпы сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға кімнің өті қою, интервал ғой, интервалка ғой, кімнің өті қою, солар ыстық су ішкендері жөн күні бойы. 23-те 1 жазыңызшы чатқа дейді. Рахима, маған жазыңызшы WhatsApp-қа.
Так, мен мүлдем ұйықтай алмаймын, қанша жаттығу жасап ерте жатсам да миым ұйықтамайды дейді. Так, ютубтан бір нелерді ашып ап, медитация для сна деген бар. Потом көп мынандай релакс нені тудыратын мынандай синхронный музыкалар бар, который герцтары, негізі музыкалардың герцтары әртүрлі ғой. 369, 425 деген әртүрлі герцтар бар. Соның жайна сізге айтып жатырмын. Соны ютубтан қосып қоясыз да, жатқан кезде қосып алып, сосредоточиться етіп, бір жақсы нәрсені ойлап, визуализация жасап, өзіңіздің әдемі келпін, нені қалайсыз жүрегіңізде, сол нәрсені көз алдыңызға жұмып жатқан кезде адамның ұйқысы келеді. Мен иногда солай істеймін. Болмаса нелер көрем, кинолар, документальный фильмді қойып қоямын, который 1 сағаттық, 2 сағаттық, соларды көріп атып, көзім ілініп, солай ұйықтап кетемін. Ол методта жұмыс жасайды. Не дейді? Түс көрмейсіз ба? Сәлеметсіз бе? Так, нәрсе жа біреуіңіз бірдеңе жазыңыздар деп өткізіп алдым мен, походу. Интервалка, я. Сонда неше күн, Нина Сетерхан, 7 күн ашығамыз. Суды қалай ішеміз ашыққан кезде? Мысалға, азанғы 7 мен 11-дің арасы окошко ашық болады. Окошко ашық деген ол кезде біз тамақтанамыз. 7-де азансын тұрған кезде рұқсат етілген тағамдармен тамақтанып аламыз. Сосын кейін, мысалы, азына тұрдыңыздар, міндетті түрде жаңағы жылы ыстық кипяток суларыңызды ішіп аласыздар. Сосын кейін барып тамақтануға отырамыз, тамағымызды жеп бітеміз. Мысалы, 7-де отырсан, 7:30 тамақтанып аласыздар, иә. Сосын кейін ары қарай ыстық суымызды ішіп жүреміз. Арасында алма деп, айран ішуге, бірінші екінші күні фрукты жеуге болмайды, қыздар. Айран ішуге, салат жеуге, сондай жеңіл-желпі тағамдарды жеп жүресіздер да, 11-ден кейін болды, тамақ ештеңе ішпейміз. Тек қана ыстық су ішеміз. Күні бойы ыстық су ішеміз. Енді осы жерде бір нюанс бар. Кімнің өтінде тасы бар, кімнің өтінде құмы бар. Ыстық су ішкен кезде біздің өтіміз сұйылады. Ыстық су ішкен кезде біздің зат алмасуымыз жоғарылайды. И сондай ситуация адамның өтінде тас болса, өттегі тасты жылжытып жіберуі мүмкін. Сөйтіп адам приступ береді. Осы жағдайды еске алыңыздар. Сосын кейін мен всегда сұрайтыным сол сіздердің өттеріңізде тастарыңыз бар ма, сахарларыңыз норма ма, қандай деп. Сөйтіп күні бойы ыстық су ішіп жүресіздер, келесі күннің таңғы 7-сіне дейін. Таңғы 7-де қайтадан тамақтанамыз. 11-ге дейін окошко ашық болады, и 11-ден кейін аузымызды жабамыз да, қайтадан ыстық суымызды ішіп жүреміз күні бойынша. Осылай 7 күн жалғасады. Осы ашығу, интервалда ашығу. Мен түннің бір уағында фрукты жегім келеді дейді. Ұқты. Қарындарыңыз ашады ғой, сол кезде отыраға ыстық су ішесіздер. Ашыққанда перекусқа не жейміз? Айран ішсеңіз болады, бір банан жеуге болады, свекла жеуге болады, суға піскен. Вообще овощтардың любой түрін жеуге болады. Әсіресе брокколи жеңіздер. Болмаса сорпа, овощной сорпа ішсеңіздер де болады. Бірақ қамыр тағамдарын жемейміз. Нанды ұмытасыздар, нан, чай деген нәрсені. Қашан басталады? Әсем ертең басталады уже. Так, нені айтайын деп жатқан, бағанағы сол 105 килограмм бала, оксы ер балада. Жұмысы ночь істейді. Енді қараңыздар, уже почти 2 аптаға ашығып жатыр да, беріп атқан 6 килограмм. Не дұрыс емес бұл жерде? Бірінші кезекте ұйқы дұрыс емес. Сіз қанша правильный питание ұстанып, күні бойы 10 000 шағыңызды жасап, одан кейін жаңа күні бойы ыстық су ішіп жүресіз, нан ештеңе жемейсіз, күшті да, бірақ сіз түнгі 2-де ұйықтайтын болсаңыз, сіз никак азбайсыз. Потому что түнгі ұйқы не үшін керек? Не үшін онда біз 10:30-да ұйықтап қаламыз? Потому что біздің гормондар өгізде бөлініп бастайды. Сіз қалай ұйқыны жіберіп аласыз, гормондар бөлінбейді. Сіз түнімен гормондарды жигать етіп шығасыз да, гормондарды өртеп жібересіз. Сол күні сіздің ағза сізге қажетті гормондар алмағаннан кейін не істейді? Сбой болады. Сосын кейін адамда не бір гормональный нарушениялар пайда болады. Оның бірінші гормональный нарушение бізде салмақ қосу.
Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Кім жақсы азғысы келеді, кім салауатты өмір салтын ұстанып, жақсы өмір, денсаулығымен жақсы болғысы келеді, ерте ұйықтау керек. Не үшін 10:30-да ұйықтау? 9-дан кетіп жатыр, уже 9:30-да ұйықтаймын деп төсекке барып жатып алыңыздар. Сосын кейін барып 10-ға дейін әйтеуір дөңбекші жатып 10:30-ға дейін ұйықтайсыздар, иә. Жүрмеңіздер 12-1-ге дейін. Кім 12-1-ге дейін жүреді, бітті. 12-ден кейін олардың қарындары ашады, тамақ жейді, артық тамақ жейді, торт жейді, халингті ашады, анан жейді, мынаны жейді, сөйтіп денсаулықты күнде біз құртай береміз. Сол себепті де ерте жату маңызды. Кім ерте жатады, сол ұтасы, кәдімгідей ұтасыздар. Гормон жағынан қатты ұтыс береді. Енді жаңағы баланы айтып жатқан түнгі ұйқы дұрыс емес, бірінші кезекте. Бәрін жақсы ұстанады, тағам, андай қылады, физнагрузка жоқ. Потому что ол кісі түнмен жұмыста ғой. Күндіз не істейді? Адам түнмен ұйықтамаған, күндіз ол ұйқысы келеді, ұйықтайды, физнагрузка әрине бере алмайды. Сосын кейін уже салмақ дұрыс түспей жатыр. Ал ол кісінің целі срочном формате 85 килограмм ба сондай болу керек примерно. Срочном формате болғанда тез уақыт арада салмағын тастау керек та. Осындай нюанстар бар. Сол себепті де ұйқы қатты маңызды. Ұйықтаймыз. Түнгі уақыт не үшін берілген? Тиктокта отырмаңыздар. Шама келсе ерте жатыңыздар. Ерте жатамыз, иә. Сахар болса ашуға болмайды. Ашуға болмайды, сахар кімнің? Түннің бір уағында жүзім келеді, жүзім жегім келеді, бола ма дейді. Ашығудасыз ба? Ашығып жүріп жүзім жеуге болмайды. Правильный питаниеде болсаңыз, күндіз негізі сіздерге айтарым. Вообще, мынандай жегіңіз келген тағамдарды жарайды, сіздер ашықпай-ақ та қойыңыздар, попастамай-ақ қойыңыздар, жегіңіз келген тағамдарды күннің бірінші бөлігі бар ғой, бірінші бөлігі обед қой, мысалға азанғы уақыт пен обед. Сол уақытта жеп алсаңыздар, сосын ол кешке дейін әйтеуір қорытылып сіздерге бір сіңеді да ағзаға. Жатар уақытқа жеп алмаңыздар. Мысалы, бірдеңе қатты жегіңіз келеді ғой. Правильный питание ұстанбай жүрсеңіздер, ашықпай жүрсеңіздер, азанғы уақытқа, не үшін біз интервальный голодание кезінде азанғы уақытқа тамақтанамыз? Өйткені азанғы уақытта тамақтанған нәрсе әйтеуір кешке дейін қорытылады, уже кешкісін сіздің ағзаңызда, асқазаныңызда ештеңе болмайды, күні бойы такта ыстық су ішіп жүрсіз, кешкісін біз жатып ұйықтаймыз ғой. Сол кезде біздің ағза өзіне мүмкіндік алады. Біз ағзаға ашыққан кезде шанс береміз. Мы даем организму шанс, саламатсыз ба? Чтобы восстановить себя. Түнде әсіресе, түнгі кезде ағза не істейді? Марафон ғой. Түнгі кезде сіздер ұйықтайсыздар, асқазандарыңыз пустой. Ашығып жүрген кезде айтып жатырмын, қалай бұл процесс жүреді. Асқазандарыңыз пустой. Бұрында сіздер тамақтан жүргеніңізде не істейтін еді? Ағза келеді да сразу же тамақтарды ыдыратуға көшетін, бауыр вообще демалмайтын. Түнімен ол сіздің жаңағы кешкісін жеген макарондарыңызды, қамыр тамақтарыңызды, солардың барлығын ыдыратумен жұмыс жасайтын, бауыр бізде фильтр ғой бірінші кезекте. И, конечно, бауыр майланады. Бауыр майланды дегенше артық салмақ жиналды дей беріңіз. Бакося, сен жүгіртпадасыз ба? Қайнаған су ішу керек пе? Аха. Бұл процесс қалай жұмыс жасайды? Қалай біз ашыққан кезде ағзаға өзін-өзі тазалауға мүмкіндік береміз? Бірінші екінші суткада ешқандай тағам ештеңе жемейсіздер, фрукты әсіресе сырттан біз тәтті тағамдар түсірмеу керекпіз. Қалай сырттан тәтті тағам түспейді? Ағза өзіндегі жиналып қалған нелерді, бірінші кезекте глюкозаны, гликогенді, соларды жигать етіп бастайды. Олар көп жағдайда бауырда, қанда бізде жиналып тұрады, запаста. Ағза оны запасқа жинайды. На стрессовый случай деп. На стрессовый случай бізде ағза білмейді, бізді бұл нәрсені осознанно түрде жасатып жатқанымызды, ашығуды. Неосознанно түрде ашығып кеп қалған нәрсе біздің генімізда заложен. Баяғы атам заманнан анау первобытный адам кезінде адамдар не істеді? Бүйтіп жүріп, жаңағы аштықтан өлмес үшін аңдарға не жасап, жаңағы аң аулап сөйтіп тамақтанды ғой. Қазір бізде ондай емес қой, но біздің ағзамызда, генімізда бұл нәрсе қалып. Первобытный сондай бүйтіп ашығу кезінде адам өліп кетпес үшін не істейді? Ағза бізге артық майларды, артық нәрселерді жинап, қанымызда сақтап тұрады. На всякий случай деп. Бірақ бізде қазір на всякий случай жоқ. Біздің жеп жатқанымыз өңкей ГМО, глютен. Так, не дейді? Өзім қалай кетіруге болады? Өзім арықпын. Не істеңіз?
неде жим-леза жасаңыз, одан кейін планкаға тұрыңыз. Сол үшін де не қылыңыздар. Планкаға біз мысалы күнде қазір 40 басында мен 30 секундтың өзін әрең тұратын едім. Қазір 40, одан кейін 1 минутқа тұрып жатыр. Сондай нәрсе жасаңыздар, ішке нагрузка беру керек. Сосын кейін жиротопка мен ана китайский жиротопка жақсы көмектеседі. Ана ішім кетпей жатыр деп жатқан апай сізге айтып жатырмын. Сонымен біз ағзаға қалай мүмкіндік береміз? Сырттан тамақ түспейді. Күні бойы азан айтпадыңыз қанша марафон дейді. 790 теңге марафон жадо. 790 теңге. Маған келер алдында бірінші кезекте өтіңізде тас бар ма жоқ па соны біліп келсеңіз жақсы болады. Өтіңізде тас болса ашықпайсыз, ашуға кірмейсіздер. Кімнің өтінде тас бар, қыздар ашуға кіргіздірмеймін, жарай ма? Мен оны не қылып жоқпын, сіздердің денсаулықтарыңызды ойлап жатырмын. Мен бір мына жерде отырып даңдайсып жатқан жоқпын. Не дай бог ыстық су ішіп өттеріңіздегі тастарыңыз жылжып кетіп жатса, потом мен тағы да көңілім түсіп сіз үшін переживать еткім келмейді, жарай ма? Потому что бұл сіздің денсаулық қой. Әркім өзінің денсаулығына жауапкершілік алу керек. Но почему-то сіздер келесіздер да маған, но мен жауапты болдым да сіздер. Потому что мен сіздерге направление беріп жатырмын. Осылай істеу керек, осылай жасау керек, осыдан кейін осыны істеу керек деп. Но соңында мен өзімді кінәлі сезінгім келмейді, қыздар, пожалуйста. Әркім өзінің денсаулығына жауапкершілік алып кірсін. Бағана маған комментарийға бір қыз жазыпты, сіз қандай врачсыз, егер денсаулыққа нұқсан келсе жауап бере аласыз ба деп. Сосын мен былай жаздым. Егер именно ашығудан бір жеріңізге зиян келіп жатса, тура осы ашыққандағыдай зиян кола ішіп пицца жегенден бірдей болса, коланы осознанно түрде ішесіз, пиццаны осознанно түрде жейсіз, но оны біз зиян деп санамаймыз, но біз почему-то ашығуды зиян деп санаймыз. Сөйтіп сіздің денсаулығыңызға зиян келіп жатса, мен жауап беруге дайынмын дедім. Жарай ма? Ауыздарыңызға не бір нәрсені саласыздар, жейсіздер да, но именно мен пайдалы нәрсені, тек қана мен емес, көп адам айтып жатыр ашығудың пайдалы екен. Соны айтқан кезде сіздер мың құрық сұрақ, денсаулығыма зиян келіп жатса, сіз жауап бересіз ба дейді. Пожалуйста, сіз пицца, колаларды жемейсіз, сау, әдемі ағзамен келіңіз, и сол ашыққан кезде бір жеріңіз бірдеңе болып қалса, мен жауап беремін. Жарай ма? Сол үшін де 1040 нәрсені айтып, ана жерде өздеріңізден жауапкершілікті итеріп тастамаңыздар маған. Келесіздер ма? Жауапкершілік бірінші кезде өздеріңізде, потом мен сіздерге жол көрсетемін. Не үшін мен сұраймын кейін кезде, өтіңізде тас бар ма? Өтіңізде тас болса тек қана клизма жасаңыз, болмаса былай істеңіз, былай әйтеуір лишь бы кішкене ашығып, денсаулықтарын бір кішкенде нәрсеге келтіріп алса деймін да. Айтпесе 790 теңге үшін мен мына жерде патент еткім келмейді. Шыны керек қой сіздердің денсаулықтарыңыз үшін. Сол, негіз басқа нәрсе айтқым келіп жатқан еді. Ашығудағы процестерді айтып жатқан едім, ойым бәрі бөлініп кетті. Сонымен ашыққан кезде, бірінші кезекте біз ағзаға шанс береміз, өзін өз тазалауға. Азанғысын тамақты жеп аламыз, интервальный голоданиеде 4 сағат окошкада, и ары қарай іштеңе жемейміз ғой, тек қана ыстық су ішіп жүреміз. Ағза не істейді? Так, маған мүмкіндік келді дейді, ол барынша, ол моментті пайдаланады ағза. Ол всегда моментті пайдаланады, ол бізден сұрамайды. Моментті пайдаланады, қалай пайдаланады? Барады да, өтіңізде қоюланып тұр ғой. Сіз итак су ішіп жатсыз ғой, бірінші кезекте өт сұйылу процесі жүреді. Қалай өтіңіз сұйылып бастайды, сіздің дәретіңіз дұрысталу керек, кімде запор болса. Запор болу көп жағдайда өттің қоюланып қалғанымен де байланысты. Сосын кейін ағза не істейді? Бауырыңыз майланып тұр ғой, бауырдағы артық майларды ыдыратып бастайды. Тағы да клеткаларыңыз засоряться етіп тұр ғой, шектеріңіздің бәрі бықсып токсинге толып тұр ғой. Солардың барлығын жаймен ыдыратып, соларды тазалауға жұмыс жасайды. Ағза бізден сұрамайды. Ағзаның өзінде изначально біз өмірге келер алдында, біз жаңа мамамыздың құрсағында жатқан кезде, бұл нәрсе солай қалыптасқан. Ағза өзін өзі тазалауға күнде жұмыс жасайды. Күнде біз ұйықтайтын кезде ағза өзін өзі самовосстановление жасайды. Восстановление болмаса біз давно қартайып, клеткаларымыздың бәрі қартайып кететін еді. Ағзаның самовосстановление, самоочищение жасауының арқасында біздің клетка всегда жаңарып отырады. Бұл қарапайым процесс, бұл қарапайым биология. Оны білу үшін врач болып, не болмаса диетолог болып қажет емес. Главный сіздер суть түсінсеңіздер болды, о чем суть идет денсаулық. Основасы неден басталады? Клеткалар жаңармаса ағза қартаяды.
клетка всегда жаңарып отырады. И әсіресе ашыққан кезде адамның клеткасы тез жаңарады. Сосын кейін ашыққан кезде бізде екі процесс ағзада қосылады, жұмыс жасайды. Ол кетоз және аутофагия. Әсіресе аутофагия өлі клеткаларды, ағзаңызда сізде өлі клеткалар, дұрыс делениеге жетпей қалған клеткалар бір-бірімен делицит бөлініп отырады. Сол кезде дұрыс бөлінбей қалған клеткалардан ауру клеткалар пайда болады. Сол кезде аутофагия процесс қосылған кезде ол 3-ші суткадан кейін қосылады. Оға дейін аутофагия қосылмайды. Не үшін мен сіздерге айтам, бастапқы 1-ші, 2-ші күні фрукты жеуге болмайды деп. Фруктың құрамында глюкоза бар. Бізге пока глюкоза керек емес, чтобы ағза өзінің внутренний резервтеріне өтіп жұмыс жасау үшін бізге пока глюкоза қажет емес. Оны сіздер ПП кезінде жейсіздер. Овощтар жеуге болады, но именно фрукты, құрма, алма, жүзім, тәтті тағамдар вообще болмайды бастапқы кезінде. Бұл қарапайым ашығу, түсініңіздер, қарапайым, өте қарапайым. Ішесіздер, ыстық суларын ішесіздер, азанға жаңа 1 тілім ет, суға піскен гречка, квашеная капуста и қасына жир керек. КБЖУ бойынша жейміз тамақты. Клетчаткаңыз, белогыңыз, жиріңіз, углеводыңыз. Былайша айтқанда өте қарапайым. Сосын кейін не істейді ағза? 3-ші суткада аутофагия мен кетоз процесіне өтеді. Иммунитет түсіп кетпейді. Осы сұрақты маған жекеге кешеде қойдыңыздар, по-моему. Ашыққан кезде адам иммунитет түсе ма деп. Ашыққан кезде адам иммунитет наоборот көтеріледі. Адамның иммунитеті жоғарылайды. Не себепті ден? Бірінші кезекте ағза не істейді? Ауру клеткаларынан арылуға жұмыс жасайды. Ауру клеткаларды қалай оны арылтады? Аутофагия процесі осы жерде бізге көмекке келеді. Ол жаңағы дұрыс бөлінбей қалған клеткаларды, өлі клеткалардың бәрін жейді да, қорытады. Жеген болғанда қорытады да, соларды энергияға айналдырып бізге күш береді. Не үшін мен сіздерге айтам, не қыл керек? 10 000 шақ қадамды жүру керекпіз деп, ашыққанда бетім қызарады кешкісін дейді. Кайфовать етем. Так, мөлдір неден кайфовать етіп отырсыз? Кайфовать етем дейді. Жир қандай жеу керек? Вот, жирға. Вообще біздің қазақ ата-бабамыз өте дұрыс тамақтанған, е? Олардың қымыз ішкені, еттен кейін сорпа ішкені, барлығы дұрыс. И соның ішінде қазы. Азанғы тамаққа қазы жесеңіздер болады. Азанғы тамақтанасыздар ғой сол кезде. Бірақ нан жемейміз. Қазының қасында еті бар, я. Етпен қазыны былай қоясыздар да, соны жейсіздер. Жир. Бұл жир. Болмаса, кәдімгі қолдың сары майы бар ғой, содан 1 қасық асап жеп жіберіңіздер. Потому что біз нан жемейміз ғой. Біз почему-то майды нанға жеу нәрсені, сүт пен шай, нанға майды жағып жеуді біз программировать етіп алғанбыз ғой миымызға шы. Прям программа ғой, сүт пен шай бізде вообще, әсіресе қазақтарда. Сүт пен шай бірінші кезекте қан тамырларыңызды бітейтінін білесіздер ме? Лучше қызыл шай ішіңіздер, е? Или травяной чай ішіңіздер. Көп қой травяной чайлар. Ромашка бар, басқа бар. Но именно біз сүт пен шайды қоюлап тұрып кешкісін ішпесек басымыз ауырады деген программаны миымызға енгізіп алғанбыз ғой. Білмеймін, қаяқтан келген программа бұл. Бет қызарған деген сөз не ғой? Қан айналым жақсы ғой. Өлей жөге боламыз ғой дейді. Неден не жөге боласыз? Мен сумен ашығып көргем. Қалай екен сумен ашыққан мөлдір? Менде сумен ашығып көргем 3 сутка, 48 сағат су ішетін дегенді естігем дейді. Ашқанда су ішеміз ба? Я, Мариям, интервальный голодание ғой? Тамақтанасыздар бір мезгіл. Мен негізі ойымды аяқтамай қалдым. Жога боламыз ғой дейді. Аптасына 1 рет, қызым 6 ай болды, шайды тастадым, тек қайнаған су ішем. Әсел, аптасына 1 рет, өмір өзі тамаша. Күшті дейді. Майлар кете бастады. Шай ұмытқанбыз, наның үшін. Молодцы. Бағана алдында 1 апай жазады, негізі 7 күнге дейді. Сүт пен шайды ішпей эконом болып жатыр қой дейді да. Үйдегі бүкіл тамақты жейтін мен екем ғой, холодильникте барлық продукты тұр дейді, өзі ашығуда жүрді. Ашығудың өзі былайша айтқан кезде экономный вариант қой, но бірақ ұзақ уақыт ашықпаймыз. Я, менде 1 мезгіл, жоқ, вообще осы голодание тобында 1 мезгіл тамақтану керекпіз.
біз ашығуды ұзақ уақыт ұстамау керекпіз. Алдында осы жерде бір кісі жазған еді ғой, 1 жыл болды интервальный голодание жүрмін деп. Масқара, 1 жыл интервальный голодание жүріп, сіз бүкіл ағзаңызды витамин, минералдардан айырылтып жатсыздар, білесіздер ме? Ұзақ уақыт жүріп алмаңыздар. Не үшін? 1 апта. 1 аптадан кейін ашығудан шығу керекпіз. 1 апта тағы да ПП ұстанамыз, да? ПП-да не істейміз? Сорпа ішеміз, қайнатылған. Азанғысын творогпен жеңіл-желпі тағамыз жейміз. Кешкі тамақ жемейміз. Осы жерде ашығудан шығатын апайлар бар ғой? Иә, ораза ғой интервальный голодание. Дұрыс айтасыз. Соны көп адамдар ұстай алмай жатыр ғой. Интервальный голодание ең оңай түрі, соның өзін бұзасыздар ғой. Еще қонаққа барып бұзатындарыңызға мен вообще таңғаламын. Интервальный голодание кезінде не қонаққа бармаймыз, не қонақ шақырмаймыз. 7 күн. 7 күн шыдайсыздар. Так, тастауға. Примерно тастауға болады. Так, Мариям, бұл 7 күн. Ашығу 7 күн, плюс 7 күн ПП ұстанамыз. Примерно 5 килограмм. 3-5 килограмм тастап шығасыз. Өзіңіз қанша килограммсыз? Мен қазір 62 килограмм болып тұрмын. Негіз мен идеальный салмағым 60 екен. Так. Кетоз бен аутофагияны айтып бітіре салайын дегенім, ойымыздың бәрі бөлініп кетті. Сөйтіп, аутофагия процесі өлі клеткаларды жеп бастайтын процесс, ал кетоз ағзадағы артық майларды ыдыратып бастайтын процесс. Ыдырату арқылы оларды бізге энергияға айналдырып береді. Енді кім ашығып жатыр, бірақ үйінде жоқ, мөлдір ботокс емес. Сіз ең андай маған жиі қойылатын сұрақтарды қойып жатсыз, бірақ сіздің сұрағыңыз маған ғана көрініп тұр, ешкімге көрініп жатқан жоқ. Ботокс емес, табиғи бұрынғы. Ой, бұрынғы деп баяғы өзіне. Жаңа айтайын деп жатқан кетоз жаңа ыдыратып бастайтын процесс қой. Күлдіңіз ғой. Қандай арықтау. Алима не ғой? Сәлеметсіз бе, Галка? Натуральный ма? Я натуральный. Так. Енді не үшін ашыққан кезде біз қимыл қозғалыс жасау керекпіз. Қимыл қозғалыс жасаған кезде, ой, мөлдір күлдірттіңіз ғой. Қимыл қозғалыс жасаған кезде бізге энергия керек қой. Енді ол энергияны ағза қаяқтан алады? Жаңағы сырттан тамақ түсіп жатқан жоқ. Бір мезгіл тамақтанып алдыңыздарда, ол уже қорытылып жатыр, иә? Ағзаға тамақ аз болып тұр. Ағза всегда тамақты энергиядан алады ғой. Сөйтіп не істейді ағза? Өзіндегі бар артық шлактарды ПП-да қанша су ішеміз негізі дейді. Минимальный 1,5-2 литр ішесіз ғой. Өзім жақсы көрем позитивті. Я, мен де өмірге позитивті түрде қараймын. Любой нәрседен бір позитивті көруге тырысам. Негативті көргісі келген адам любой жерден көріп жаңа түсініп алады. Сол себепті де біздің өмір всегда позитивке толы болса, өмір сүру де оңай болады, тем более қазіргі заманда. Ойым бөлініп кетті. Жаңа нені айтып жатқан едім? Сол энергия келу үшін ағза өзіндегі артық майларды, артықшылықтарды жағып бастайды. Болды, қарапайым ғана біз осылай тазаланып шығамыз. Бұл ашығу, интервальный ашығу, ең оңай түрі деп санаймын мен. Андай қатты срываться етіліп те кетпейсің, қатты напрягация етпейсің, ыстық суыңды ішіп жүрсің. Ағза қатты стресс беріп атқан жоқсың. Ағза қатты стресс берген кезде кортизол бөлінеді, гормоны. Кортизол гормоны қалай бөлінді, ол бітті, сіздің бүкіл нелеріңіз бәрін сжигать етеді. Кортизол ашыланған кезде кортизол гормоны қатты бөлінеді. Сосын кейін тағы қандай гормон еді? Дофамин. Біз дофамин бөлуге жұмыс жасау. Дофамин не бөлінеді? Осындай позитивті. Жұмысыңызға сәттілік, жеңіл болып қалдым, күшті. Галка, сіз қай топтасыз? Әрине болады ашығу кезінде сыйлау. Бірақ бірінші екінші күні жасай алмайсыз сыйлау, потому что бірінші екінші күні ағза перенастройка жасап жатады. Перенастраиваться етіп жатады. Неге ше? Өзіндегі энергияларды жұмсауға перенастроиться етеді да, соны кішкене күту керек. Бірақ шақ қадамдарын жасау керек. Сосын 3-4 күннен бастап сыйлау берсеңіз болады. Так, сәлеметсіз бе дейді. Мама WhatsApp-қа келіп жатыр екен ғой. Так, солай қыздар, 10 минуттан кейін шығайын.
15 минут кірем дегенем, қайда 1 сағат отырмай әлі отыр. Ертең ашығатын апайлар, ертең ертерек жатамыз, 8-ші топ. Ертең ертерек жатамыз, азында мен сіздерден отчет сұраймын. Отчет сұраған кезде былай деп жеке емес, бір смс қып жазыңыздар, мақұл ма? 24-тен шықтым. Қалқа енді интервал 24-тен шықсаңыз, енді ертеңге қосылуға бола ма дейді. Енді правильный питаниеға отырасыздар. Правильный питание отқан кезде кешкі тамақты жемейміз, жарай ма? Так, ертең қосылуға бола ма дейді, ертеңге қосылуға. Көреміз. Так, сырлапа. Окей, дейді. Все, давайте. Апайлар, қандай сұрақтарыңыз жоқ болса, қош айтсақ. Күндеріңіз, түндеріңіз жақсылап демалыңыздар. Ертеңгі күндеріңіз сәтті өтсін. Ойларыңыз тек позитивті болсын. Жақсы нәрсе ойланыңыздар. Всегда жақсы нәрсені көруге үйреніңіздер. Тек қана өмірден жақсы нәрсені көруге үйреніңіздер. Жаман ешқандай нәрсе жоқ. Просто адамның ойы да жаманға жүйрік. Барлығы де дұрыс, барлығы де жақсы. Өздеріңіздің өмірлеріңізді өздеріңіз нұрлы етсеңіздер, басқа ешкім жасай алмайды сіздер үшін оны. Әр адам өз өмірінің суретшісі. Алла тағала бізге өмірді берді. Соны ары қарай әдемі өмір сүріп, тек қана біздің қолымызда. Бәрі бізге байланысты. Жүрек көздеріңізді ашыңыздар, тек жақсы нәрсе ойлаңыздар. Ешкімді жек көрмеңіздер. Любой ситуациядан сабақ алыңыздар. Любой ситуациядан. Мысалы, бүгін менде болды оны ситуация болып тұр ғой, өтіндегі тасы жылшып кетіп, неге больницаға түсіп қалып отырды. Осы нәрседен мен сабақ алып отырмын. Демек, именно марафонға келетін адамдардан өтінде тасы бар кісілерді алмау керек. Осыдан сабақ. Көріңіздер, әркім осындай нәрсе болады ма? Сабақ алыңыздар. Біреу сіз туралы бірдеңе айтып жатыр ма? Демек, содан сабақ алыңыз. Не айтқысы келіп жатыр адам? Сигналдар келеді әр жақтан. Тура денсаулықта да солай. Өтіңізге тас пайда болғанша, тас байлап алғанша жүре бермеңіздер. Ол тас жайдан жай байланған жоқ қой. Ол сіздің бірінші кезекте дұрыс тамақтанбауыңыздан байланды. Потом өтіңіз қою болды. Өт қою неден болады? Азан тамақ жемегеннен өт қоюланады, ол тұрады, застой пайда болады. Осы нәрсенің бәрін алдын алыңыздар. Не үшін? Ауырмай тұрып, аурудың алдын алу керек. Ауырғаннан кейін уже проблемаларыңыз мынадан болып кетеді. Ақша 1 кете ма, нерв 2 кете ма, сосын дұрыс врач таба алмайсыздар, 3 кете ма, сандалып жүресіздер. Уақыт қой, ең бірінші нәрсе, ақшадан да ең бірінші нәрсе уақыт. Қазір сіздерде возможность бар. Сол нәрсені жөндеп алуға жылына 1 рет чекап өтіңіздер. Чекап деген денсаулықты тексерту. Именно УЗИ брюшной полости деп аталады, ол білмегендерің болсаңыз. Врачқа барсаңыздар да айтып береді. Өтті, бауырды, бүйректі, селезенканы бәрін түсіріп береді УЗИ. Не қалай болып жатыр, не жағдай болып жатыр. Соның данныйын алып аласыздар да, 1 жылына 1 рет, мысалы жылдың басы ғой қазір, соны оразаның алдында істеңіздер. Сосын кейін барып, сол бойынша чекаппен жұмыс жасайсыздар. Жарай ма? Оны білу үшін врач болып қажет емес. Маған мына жерде врачсың ба, анаусың ба, мынаусың ба деген сұрақтармен миларыңызды ауыртпай та қойыңыздар. Ондай нәрсені любой адам біледі. Өзінің денсаулығына қарайтын адам біледі. Сол үшін давайте жақсы ұйықтаңыздар, жақсы демалыңыздар. Қайырлы түн бәріңізге. Сау болыңыздар, Сұрақтарыңыз болып жатса, маған жекеге жазыңыздар WhatsApp-қа. Қалай қолым босайды, солай жауап беремін, жарай ма? Бірақ ешкімдікін жауапсыз қалдырған емеспін өз басым. Енді ұмытылып кетіп жатпаса. Жақсы.